проходной глентің құрылысы, бөлшектері жалпы бұл корпус внутреннее уплотнение. Содан кейін бұл соединительная гайка, царапающая гайка, полимерная вставка, және де бұл уплотнительный шайба, лепесток, шайба, гайка. Бұны кезектілігімен осылай жинайды. Бұны кез келген тұратын жеріне лепесток салынады. Қолданылуына байланысты. Заземление егерде келетін болса лепесток салады, немесе өзінде сол бойында заземление болады, онда қажет жоқ. Сол қолданылған жерге байланысты. Сосын шайба, бұл сыртқы бетінде қалады жебейдің кез келген заттың. Манағыдай щитоктар болсын әртүрлі. Сосын грайверный шайба, сосын гайка контур. Содан кейін бұл бөлігін былай ішіне кіргіземіз. Содан кейін кабельді саламыз бұған. Сосын полимерный вставканы былай, бұл жерде керісінше былай орнаттылады. Содан кейін соединительный гайкасын тартып тастаймыз, кілтпен жақсылап бұрап.